Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Біз бүгін еттен бәліш жасаймыз, ет қосылған. Оған бізге керек ұн 400 грамм, қант 3 кішкентай қасықпен, бір жарты шай қасық сода, бір шай қасық тұз, айран, жұмыртқа және сары майымыз керек. Сонымен қатар бұл тек қамырына ғана. Қамырын жасаймыз біз ең бірінші, өйткені бұл бәліштің қамырын біз бір 30-40 минутқа тоңазытқышқа салып қоюымыз керек. Сол себептен бірінші қазір қамырын елеп алайық. Одан кейін ішкі салмасына көшеміз. Мінекей, енді қамырын жасау үшін бұл бәліштің біз мынадай кез келген проценттегі айранымызды, менде мысалы үшін қазір 2,3% айран, сіздерде 1%, 2,5 бола береді. Мынадай мен өлшейтін арнайы осындай ыдысқа 500 грамм құйып алдым айранымды. Енді осының үстінен жаңағы ас содасын саламыз. Мен жарты шай қасық ас содасын салам. Содан кейін жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Біз бұл ас содасын қосқан кезде біздің айранымыздың мөлшері үлкейеді, көбейеді. Сол үшін қосамыз ас содасын. Оның үстінен жаңағы тұзымызды, оның үстінен жаңағы қантымызды 3 ас қасық. Ас қасық емес, 3 кішкентай қасық. Қантымызды қосып аламыз. И бәрін жақсылап араластырамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз да қойып қоямыз кішкене. Оның көлемі ұлғайғанша осылай қойып қоямыз. Көлем үлкейеді содының арқасында. Осылай қойып қоямыз, кішкене көлем өссін. Оғынға дейін біз жаңа сары майымызды, мына дайын тұрған өзіміздің 400 грамм ұнға, сіздерге көрініп тұр ма? Осы 400 грамм ұнға мына сары майымызды мынадай үккіштен өткіземіз. Майымызды, барлық майыңызды алып ұнның ішіне салып қоясыздар да, ұн сары майды қалауларыңызша қоса бересіздер. Енді жаңа қамырларыңыз өте жұмсақ, майлы болып тұрсын десеңіз, көбірек қосасыздар. Мен енді көп қатты бір майлығым келмейді, сол себептен осылай ұнға ұнатып отырып, сіздер үккіштен өткізесіздер. Бұл майымыз мына ұнның ортасында еріп кетпеу керек. Морозилник дейміз ғой, тоңазытқышқа салып қоятын себебіміз де сол. Бұл еріп кетпеу керек. Сонда біздің жаңағы морозилниктен ала салып, осы қамырымызды жайып, екі бөлікке бөліп, ортасына салмасын тезірек салып, майымыз еріп кетпей тұрғанда. Пісірген кезімізде мына ұнның арасында жүрген майларымыз қамырдың өзін бір сондай жеп жатқан, піскен кезінде, жеген кезімізде қамырдың өзі сондай бір дәмді болады. Майлары сол пісу барысында ереді ғой, қысқасын айтқанда. Сондықтан міне осылай үккіштен өткізесіздер. Кез келген сары май өздеріңізге қандай ұнайды қоса бересіздер. Осындай әртүрлі жаңағы тағамдарды жасаған кезінде қосатын майлар да болады. Осылай бәрін өткізіп аламыз. Міне майымызды үккіштен өткізіп ұнға алдық. Енді мына көтерілген айранның үстінен бір жұмыртқамыз саламыз. Бір жұмыртқаны салып жақсылап араластырамыз. Жаңа 500 грамм айранымыз, өздеріңіз байқасаңыздар, міне уже 800 граммға көтерілді, көбейді көлемі. Әлі де көбейеді. Мынау өзі 1 литрлік, осы 1 литрға дейін көбейеді негізі. Араластырасыздар, жақсылап. Осы дайын болған сұйықтықты, енді айранымызды мына
ұнның үстінен құямыз. Түгел барлығын ұнның үстінен құямыз дағы. Жақсылап бәрін араластырамыз. Осылай жақсылап араластырамыз. Ұндарыңыз кішкене жетпесе, сәл қосып жіберуге болады. 400-500 грамм ұнмен жасайсыздар. Менде жаңа 400 грамм ұн болған. Мен үстінен тағы кішкене қосып жатырмын. Осылай. Қамырларыңыз жұмсақ болған сайын қатты болмау керек. Қасықпен ғана илеп атқаным, сондықтан жұмсақ болған сайын сіздердің бәліштеріңіздің қамыры сондай дәмді болады. Дәмді, жұмсақ, әдемі болады өзі. Міне осындай қамыр дайын болды. Сіздер мүлдем бұны қолмен баспайсыздар. Тек қана қасықпен. Ол өте қолға жабысқақ болып келеді. Бірақта морозилникке салып қоятын болғандықтан оның ешқандай жаңа несі қатыңқыраған кезде жаямыз біз. Сондықтан ол қиын емес. Қазір осыны мына пакетке саламыз. Осылай пакетімізге салып алдық. Енді осыны жаңағы тоңазытқышқа кәдімгідей 30-40 минутқа қалдырамыз. Тоңазытқыштарыңыз қатты суытатын болса, сол жетеді. Егер асықпай баяу суытатын болса, 50 минутқа 1 сағат қалдырсаңыздар да болады. Қатты қатып қалмау керек. Жаюға келетіндей болу керек сырты. Ал енді осы етпен жасалған пирогымыздың, бәлішіміздің салмасына мынадай кез келген өздеріңіз қалаған сиыр еті, қой еті қалағандарыңызша, бірақ мен сиыр етімен жасаймын. Қатты майлы болып кеткені бізде үйде ұнатпайды. Сондықтан да мен сәл ғана еттің майымен ғана істеймін. Құйрық май қосып жіберсеңіздер болады. Майлы жегілеріңіз келсе. Мынау жаңағы бір жұмыртқамыз ол бетіне, бәлішіміздің бетіне жаққанға сарымсақ қосып жібереміз. Картошка керек бізге. Картопымыз кәдімгі осындай 5-6 картошка керек болады. Өйткені балаларым жақсы жейді. Картошкамен дәмі де жақсы үйлесіп шығады. 2 үлкен бас пияз қосамыз. Тұзымызды саламыз. Жаңағы қара бұрышымызды саламыз. Үстінен күнжут қосасыздар. Жаңағы бәліштің бетінен себелеп, оның бәрін қазір барысында көрсетемін. Енді қазір мына етімізді жақсылап майдалап тураймыз. Содан кейін картошкамызды, пиязын бәрін майдалап турап, сосын араластырамыз. Етімізді осылай майдалап тураймыз. Осындай көлемде турай бересіздер. Осылай дұрыс болады. Қолмен туралған еттің дәмі басқаша болады. Фаршпен жасаған, дайын фаршпен жасаған бәліштің дәмі бөлек болады. Осылай қолмен туралған, мынау тұздалған ет. Осы тұздалған еттен жасалынған бәліш өте дәмді болады. Мен сол үшін осылай дайын, өзім маринадтап қойған еттен жасаймын ылғида. Етімізді турап алдық. Енді пиязымызды тураймыз. Дәл осындай әдіспен тұсақтап, майдалап турап аламыз. Мантыға қалай турайсыздар? Тура сол сияқты тұсақтап турап аласыздар. Мантыға, самсаға турайсыздар ғой. Сол сияқты. Етімізді, пиязымызды турап араластырып қойдық. Осылай араластырып қойған дұрыс. Өйткені ертерек осылай турап ең бірінші етпен пиязды араластырып қойсаңыздар, дәмі әует болып тұрады. Енді картопымызды турап аламыз. Осылай
дәл солай мантыға турағандай төртбұрыштап, міне ұсақтап біркелкі қылып турап аламыз бәрін. Картошканы мен қосатын себебім, мен балаларым картошканы жақсы көреді. Кей кісілер бар ғой, самсаны тек етпен, пирогты етпен жейтін. Бірақ мен балаларым жақсы жейтін болғандықтан, картошканы жақсы көретін болғандықтан қосамын, көбірек қосам. Енді сіздер оның орнына азырақ қоссаңыздар да болады картошканы. Етті көбейтіп, картошканы азайтсаңыздар болады. Ол енді өз қалауларыңызша. Менікілер балаларым осылай картопым көбірек болса жақсы көреді. Картоптан жасалған кез келген тағамды жақсы көреді ғой. Сондықтан не жасасам да, қандай тағам жасасам да, ішіне міндетті түрде картоп қосуыма тура келеді. Бәріміз отбасымызға қарай істейміз ғой негізі. Сіздерге мен әр рецепт салған сайын айтып отырам, былай қоссаңыздар болады, мынаны қоссаңыздар, екіншісін қоспасаңыздар болады деген сияқты ылғи да айтып отырам. Өйткені бұл жерде шектеу жоқ. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Картопымызды да тура бетпен араластырып қойдық. Енді сарымсағымызды сақтап турап қосамыз. Еттің майын қоссаңыздар дәмді болады. Маған да ұнайды. Еттің майын жаңағы құйрық май дейміз ғой, күрдік, шашлықтың ішінде жүретін сол сияқты. Майды қосқан да ұнайды, бірақ та ол менің балаларыма ұнамайды. Кейінірек үйреніп жатпаса енді, қазір олар кішкентай, сондықтан ол балаларының қалауы бойынша істеуге тура келеді қазіргі кезде. Неге осылай сарымсағымызды сақтап турап алдық. Сіздер енді бұл жерге көк пияз қосып жіберсеңіздер болады, жаңағы зелендер, көктаттардың бәрін қосып жіберсеңіздер болады. Бірақ та бәрі өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мен енді оны тағы да қазір қоспаймын. Мен өздеріңіз білетіндей жусай қосатынмын, бірақ бүгін жусай болмай тұр. Барған жоқпын. Аяқ асты жасап жатырмын. Балаларым сұрауы бойынша. Сондықтан жусай алмай қалдым. Олар көк пиязбен, жаңа жусаймен жасағанды ұнатады. Енді тұзымызды саламыз. Тұзды да өздеріңіз, жаңағы еттеріңіз тұздалған болса азырақ қосасыздар. Еттеріңіз тұздалмаған болса көбірек қосасыздар. Кәдімгі мантының начинкасын дайындайсыздар ғой, тура сондай ғой. Сол сияқты. Пиязы көбірек. Пияз көбірек болса дәмді болады. Сарымсақпен өзінше бір ерекше дәм береді. Сондықтан артық дәмін бұзатын нәрселерді өзімде қоса бергім келмейді. Үстінен қара бұрышымызды салып аламыз. Жақсылап араластырамыз бәрін. Қамырымыз майлы. Сондықтан да жаңағы ішіндегі салмасын май қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Еттеріңіз майлы қоссаңыздар майлы болып шығады. Ал мен қамырым майлы болғандықтан ондай қатты бір майларды қоспаймын. Осымен болды, енді қазір қамырымызды дайындаймыз. Қамырымызды тоңазытқыштан шығарып, осылай үстінен ұн себелеп, бұл өйткені қолға жабысады, ұн себелеп отырып жасайсыздар. Осылай екі бөлікке бөліп аласыздар. Өте жұмсақ болады. Қамырымыз жаңа айтып өткендей, тоңазытқышта бұдан да көбірек уақыт ұстасаңыздар болады. Мен азырақ ұстадым. Жаңағы 25 минуттай ғана ұстап қалдым. Өйткені балаларым тезірек деген үшін көбірек ұстаған жоқпын. Бір шетіне сіздерге де көрсете берейін дедім. Сіздерде де сондай жағдай болып қалуы мүмкін. Әлбетте. Сондықтан міне ұнға осылай нетіп отырып, қазір кішкентайын пирогымыздың бетіне бұл. Міне осылай алдын ала майлап алған табамызға жаңағы қамырымызды осылай жайып шығамыз. Оқтаумен кішкене сәл жасап қалғанын қолмен де осылай жайып жіберсеңіздер болады. Өйткені қамырымыз өте жұмсақ. Өте жұмсақ болғанның пайдасы ол піскен кезде де сондай пирогымыз былқылдаған дәмді болып піседі. Міне осы
қамырымыздың үстінен жаңағы дайындап қойған салмамызды саламыз. Түгел. Қатты картошкадан сұйықтық бөлініп кетсе, оны сіздер жаңағыдай өздеріңіз алып қалсаңыздар да болады. Сұйықтығын, қатты сұйықтығын құйып керек емес. Өйткені картошкадан бөлінеді. Мен салмам мол. Молынан жасадым. Ол көп болғаны жақсы. Асықпай 150 градуста 1 сағаттың ішінде пісіп кетеді. Мен 150 градуста 1 сағатқа қоям. Асықпай піседі сонда. Ішінде начинкасы көп болады. Жұқа ғана емес, ол үйдікі деген үйдікі. Өздеріңіз білесіздер. Даладан сатып алған емес. Үйде жасағанда не жасасақ та молынан жасаймыз. Сондықтан не осылай әрі оңай, әрі дәмді, әрі тойымды еттен пирог жасап аламыз осылай. Енді осының бетінен жаңағы қамырымызды жаямыз. Қазір қамырымды жайып, бетінен саламын. Осылай ұнға жақсылап аунатып, жақсылап осылай жайып аламыз. Астында да үстінде де ұндай амаңыздар. Қаттығы бидегенше, тұмсаққа бидеп, осылай ұндай амай істесеңіздер, іштеріңіз өте нәзік болады. Қамыры нәзік болады, дәмді болады. Ол өзі сұйықтығы көбірек болғандықтан, бәліштің ұнның бәрі сіңіп кетеді, жоқ болып кетеді. Бетінен қазір жұмыртқасын жарамыз. Осылай да әдіспен өстіп жайып алсаңыздар болады. Ең бастысы жабысып, жыртылып қалмасын. Жабыспас үшін, жыртылмас үшін сіздер осылай жаясыздар. Мінекей, осындай әдіспен үстіне бүйтіп жауып аламыз. Жауып аламыз дағыны. Бүйтіп созып кішкене шет-шетіне жеткіземіз. Осы дайын пирогымыздың үстінен енді жаңа жұмыртқамызды, жарып болған жұмыртқамызды осылай жағып шығамыз. Жақсылап, әдемілеп, барлық жеріне тегіс жайып шығасыздар. Мен жұмыртқаның ағын да сарысын да араластырып, вилкамен араластырып екеусін осылай бірге қосам. Сарысын ғана жарып қосып жатады, ол да болады, бұлай да болады. Мен екеуінде қосып жіберем. Зато көбірек жағылады. Енді осының үстінен жаңағы күнжуттарыңызды себелей бересіздер. Мен де мына қалған ақ күнжутымды қосам. Одан кейін қара күнжут қосып жіберем үстінен. Қара күнжуттың да пайдасы өте көп, білесіздер, кальций құрамында бар. Сондықтан да не пісірсем де мен ақ күнжутты да, қарасын да бірге қолданамын. Осылай әдемілеп қосып жібересіздер, бетінен себелеп. Әзірдің өзінде міне бәлішім сочный болып тұр. Сондай піскен кезде одан да бетер дәмді болады. Тұзын бәрін өздеріңіз татысасыздар. Осы дайын бәлішімізді енді 1 сағатқа 150 градусқа қоясыздар. Асықпай пісу керек. Өйткені ішінде еті, сиырдың еті. Асықпай піссе дәмді болады. Нандарыңыз, қамырларыңыз қатып қалмайды, өйткені нәзік. Міне сонымен, сұлу қыздар, біздің етпен жасалған бәлішіміз, яғни мясной пирогымыз дайын болды. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, сондай әдемі болып пісті. Бұның жаңа айтып өткендей, қамыры өте дәмді болады. Сол үшін қазір міне пештен шығара салдым мен. Пештен шығарғаннан кейін бетін салфеткамен
кішкене өзі 2-3 минутқа сәл суығанша осылай бетін матамен жауып қоямыз. Сонда қамырларыңыз тіптен нәзік болады. Міне осылай жауып қоясыздар. Бір 2-3 минут тұрса жеткілікті. Содан кейін кесіп бере бересіздер. Сонымен біз пирогымыз суыды. Енді ақырындап міне кесіп көреміз. Кескен кездің өзінде де қамыры сондай жұмсақ екендігі көрініп тұр. Міне былқылдап тұр. Ал енді қазір кесіп оңай кесіледі. Өйткені жаңа айттым ғой сіздерге, өте нәзік. Қамырымыз жабысқақ болғанымен өте нәзік болып дайын болады дедім. Міне сонымен біздің бәлішіміз дайын. Қазір енді дәмін көреміз. Бәліш пісірген кезде ішіндегілер шашылып кетпес үшін бұл өте жұмсақ. Мындай кішкене шет жағын бірінші мынандай лопаткамен алып алайық. Ішіндегілер прям начинкасы шашылып түсті. Татау сочный екендігі көрініп тұр міне. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, ішінде начинкасы да өте мол, міне көрініп тұрғандай. Қамыры да сондай нәзік, өте дәмді болып пісті. Тұзы да татып сондай керемет болған. Артық еш нәрсе жоқ. Бірақ өте дәмді. Қазір балаларыма берем. Қамыры деген міне үгіліп тұр. Өздеріңізге жаңа айтқандай, керемет қамыр да дәмді, жұмсақ болады. Сондай дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осындай кереметтей бәліш, мясной пирог дейміз, еттен жасалған бәліш. Жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Әлі алдағы уақытта кереметтей рецепттермен сіздермен бөлісемін. Сондықтан да каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерді асыға күтемін. Каналыма жазылуыңыздар міндетті түрде. Әлі бірнеше рецепттермен сіздермен бөлісемін. Түрлі тағамдар жасайтын боламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Тыңдағандарыңызға рахмет.